Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ, дәмі тіл үйретін, шу деп аталатын пирожныйдың рецептісін ұсынамын. Бұл пирожный сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеода көрініп тұрғандай өте нәзік. Рецебін міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: 2 жұмыртқа, су, қант, сары май, ұн және де шым-шым тұз қажет. Ең алдымен газды жағып, осындай бір ыдысымызды қоямыз және де су құямыз. Одан кейін сәл ғана тұзды саламыз. Тұздан кейін қантты саламыз. Жақсылап ерігенше араластырамыз. Одан кейін сары майды саламыз. Сары май еріп, қайнағанша араластырамыз. Осылай қайнағаннан кейін отты өшіріп тастаймыз да ұнды қосамыз. Ұнды қосқаннан кейін бірден қатты араластыру керек. Массамыздың ішінде комок болып қалмас үшін осылай тез араластыруымыз қажет. Міне массамыз осындай болады. Енді суығанша 15-20 минут күтеміз. Енді біз бетіне қоятын кракелинін жасаймыз. Осындай бір ыдысқа сары майды саламыз. Одан кейін қантты қосамыз да қолымызбен езіп араластырамыз. Енді осының үстіне ұнды қосып, қамыр илейміз. Бізде осындай ғана кішкентай қамыр пайда болу керек. Енді осындай 2 пергамент қағазын аламыз. Біреуіне сәл ғана ұн сеуіп аламыз. Одан кейін жаңағы кішкентай қамырымызды жаямыз. Екінші қағазымызды қамырдың бетіне қоямыз. Одан кейін оқтаумен осылай жаямыз. Енді бетіндегі қағазды ақырын аламыз. Енді осындай кішкентай стақанмен бірнеше домалақтар ойып аламыз. Енді осындай қатты тақтайларға қойып морозилькке қатырамыз. Массамыз толық суыды. Енді 2 жұмыртқаны бір-бірден саламыз. Бірінші осылай бір жұмыртқаны саламыз. Одан кейін венчикпен немесе блендермен араластырамыз. Енді келесі екінші жұмыртқаны саламыз. Қасықпен немесе блендермен де араластыруға болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазын осылай противеньге төсеп аламыз. Одан кейін пирожныйларымызды кондитерлік мешочекқа салып, осылай домалақ қып құйып аламыз. Енді бетіне жаңағы қатырып қойған кракелиндарымызды қойып шығамыз. Енді қызып тұрған духовкада 200 градуста мөлшермен 20 минут пісіріп аламыз. Пирожныйларымыз осындай өте әдемі, воздушный болып шығады. Ендігі кезекте біз ішіне салатын кремін жасаймыз. Бір ыдысқа 33% сливкемізді құямыз және де оны миксермен көпіргенше миксерлейміз. Бұл пирожныйға негізі заварной крем жасалады, бірақ біздің үйде балалар ұнатпағандықтан сливкемен жасап көрсетемін. Сливкиді осылай көпіртіп аламыз. Одан кейін қоюлатылған сгущенкамызды қосамыз.
Енді миксермен жақсылап араластырамыз. Пирожныйға салатын креміміз де дайын, осылай болып шығады. Енді осы кремді кондитерлік мешочекқа салып аламыз. Енді пирожныйымыздың астыңғы жағын осылай тесіп аламыз да кремімізді құямыз. Барлық пирожныйлардың ішін тура осылай креммен толтырып шығамыз. Пирожныйларымыз дайын. Енді арнайы осындай пирожный салатын қағаздарға осылай әдемілеп салып қоюға да болады. Ең соңында бетіне әдемілеп қант ұнтағын себеміз. Тура осындай әдемі дәмді пирожный жасап үйренгілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айгерім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.